Баршаңызға сәлем, қымбатты достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай өте дәмді карс салаты фунчозаны дайындайтын боламыз. Көпшілігімізге белгілі бұл салатты менің рецебіммен етсіз де етпен де дайындай беруге болады. Менің каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындап көріңіздер. Бізге қажетті заттар ол алдымен фунчоза, оны кез келген дүкеннен таба аласыз, кез келген түрі жарайды. Сұйық майымыз және де көкөністерден менде қияр сыртын ашып алдым. Ашымасаңыз да болады. Болгар бұрышы, сарымсақ, сәбіз және уксус 7% және де осындай дәмдеуіштер. Оларды кейін қандай екенін айтып өтетін боламын. Және соя тұздығы қажет болады. Алдымен фунчозамызды алып, үстіне қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, бетін жауып 15 минут ұстаймыз. Міндетті түрде тек қана 15 минут ұстаймыз. Одан асып кетуге болмайды, бұлжырап кетеді. Таймерге уақыттарыңызды қойып қойыңыздар. Енді кезекте сәбізіміз бен қиярымызды осындай карс салатын өткізетін үкішімізден өткізіп аламыз. Немесе ұзынша етіп турап алсақ та болады. Енді осының бетіне молынан тұзымызды сеуіп, оны да 10-15 минут ұстаймыз. Яғни бұл жерде тұз біздің көкөністерімізді жұмсартып, дәмдеуіштеріміздің оған жақсы сіңуіне көмектеседі. Ендігі кезекте болгар бұрышын осындай ұзын етіп турап аламыз. Сарымсақтарымызды кез келген езгіш құралмен езіп аламыз. Бізде барлық ингредиенттер дайын болды. Міне сәбізіміз бен қиярымыз жұмсарып, осындай сөлі бөлініп дайын болып тұр. Фунчозамыз да жұмсарып, пісіп дайын тұр. Енді осының ыстық суын төгіп, сүзіп алып, үстіне мұздай су құйып, тағы бір шайып аламыз. Мұздай суда, сонан соң ол суды да төгіп тастаймыз. Фунчоза ұзын, жұмыс жасауға ыңғайсыз десеңіздер, пышақпен не қайшымен бөліп алсаңыздар болады. Енді фунчозамыздың үстіне тұзымызды себелеп саламыз. Тұзды көп салып жіберуге болмайды, себебі біздің соя тұздығымызда тұз бар екенін ескереміз. Енді барлық дәмдеуіштерімізді саламыз. Мұнда бізде паприка, қызыл ащы бұрыш, кориандр және де Қытай тұзы, яғни кристалликтеріміз бар. Барлығын араластырып, себелеп салып шығамыз. Ендігі кезекте соя тұздығымызды құйып жібереміз. Сонан соң болгар бұрышы, сарымсақ және де сәбіз бен қиярымызды саламыз. Және де мен басында барлық ингредиенттерді көрсеткен кезде қантты көрсетуді ұмытып кетіппін. Қантты міндетті түрде саламыз. Және де майымызды жақсылап қыздырып, салатымыздың үстіне құйып жібереміз. Ең соңынан біраз қасық уксусымызды салып, барлығын енді жақсылап қолымызға қолғап немесе целлофан киіп алып араластырамыз. Барлығы міндетті түрде жақсылап араласу қажет. Егер де фунчозаңыз етпен болған қаласаңыз, арасында етті де ұзынша етіп турап, майға қуырып алып қосып жібересіздер. Мінекей біздің салатымыз дайын болды. Осымен дайындалуы өте оңай, менімен бірге дайындап көріңіздер. Егер де сізге видео ұнаған болса, видеома лайк басып, пікірлер қалдырып, достарыңызға жіберіп қойды ұмытпаңыздар. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп алуға кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет, баршаңызға ас болсын.